Сәлем достар, бүгін біз сіздермен пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруға ем? Сол туралы айтатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп кетіңіз. Пияздың қабығының бірталай дертке дауа, яғни пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасының бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеттері орасан зор екенін естігенсіз бе? Сізге таңсық тақырып болса, назар саламыз. Пияздың қабығы Е, В, С дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш, күкірт элементтеріне өте бай. Сонымен қатар, құрамындағы сыны заттардың арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек, қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады. Иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі, ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып, қуаттандырады, ағзаны құрттан арылтады, шек жолдарын реттейді, ағзаның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Пияздың қабығымен қалай емделеміз? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруларының алдын алады. Қан айналымын реттейді. Варикоз, геморрой, белгісіздік және атеросклероз ауруларын қан айналымын реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа, сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтарды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Енді осы пияздың қандай емге шипа екенін білдік. Енді оның дайындау әдістеріне көшсек. Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, біраз қасықтан күніне 5 рет ішіңіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға біраз қасық ұнтақталған қабықты салыңыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішіңіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі сінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырды тазалайды. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішіңіз. Ол үшін біраз қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, 1-2 қасық бақпақ тамырын және 1-2 қасық мың жапырақ шөбін араластырасыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 миллиграммдай ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігерге кеңесіп алыңыз.
денсаулығыңыз мықты болсын. Егер де осы видео сіз үшін өте пайдалы болса, менің арнама тіркеліп лайк басып кетіңіз.